Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дәмді, қатпарлы болып шығатын самсаның жасалу жолын ұсынамын. Жасалу жолы өте оңай, видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын жасаймыз. Ол үшін жылы суға тұзды салып, араластырып аламыз. Тұз араласқан жылы суды ұнымызға аз-аздан құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Бізге керекті заттардың барлығын видеоның астына описанияға қалдырамын. Дайын болған қамырдың бетін жауып, немесе салафанға салып, бөлме температурасына 15 минутқа қоямыз. Әзірге салмасын дайындаймыз. Ыдысымызға тартылған етті, ұсақтап туралған пиязды саламыз. Оның үстіне дәміне қарай тұз бен қара бұрышты салып, жақсылап араластырамыз. Сонан соң дайын болған қамырды алып, екіге бөлеміз. Екіге бөлінген қамырларды жұқа етіп жаямыз. Біздің қамырымыз жұмсақ болғандықтан тез жайылады. Бұл самсаны сізге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Мінекей бірінші қамырымызды жайып алдық. Бұл қамырды бөлек алып қоя тұрамыз. Енді дәл осылай екінші қамырды жаямыз. Екінші қамырды да жұқа етіп жайып алдым. Қамырымыздың үстіне ертілген сары майдың жартысын құямыз, жартысын келесі қамырға алып қаламыз. Ертілген сары майды барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Сонан соң осы қамырдың үстіне екінші жайылған қамырды әкеліп қоямыз. Бұл қамырдың үстіне біз алып қалған ертілген сары майдың барлығын құямыз. Ертілген сары майды барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Келесі кезекте қамырымызды шетінен бастап рулет тәрізді етіп ораймыз. Қамырымызды бос қылмай нығыздап ораймыз. Оралған қамырды видеодағыдай барлық жеріне қысып шығамыз. Сонан соң видеода көрсетілгендей етіп жасаймыз. Дайын болған қамырды целлофанға салып, тоңазытқышқа 20 минутқа салып қоямыз. 20 минуттан кейін қамырымызды алып, бөліктерге бөліп шығамыз. Самсаңыздың формасы үлкен немесе кішкентай болуы осы бөліп жатқан қамырыңызға байланысты. Мен формасын кішірек етіп жасаймын. Самсаны тек осы әдіспен жасаймын. Самсаның қамыры қатпарлы керемет болып шығады. Келесі кезекте видеодағыдай қамырымыздың үстін бірлет басып, ортасынан шетіне қарай қамырымызды жаямыз. Жайып жатқан қамырдың ортасына қарағанда шеттері жұқа болу керек. Дайын болған қамырдың үстіне салмамызды салып, видеодағыдай бөгеміз. Салмасын қатты көбейтіп немесе азайтып жібермейміз, орташа етіп саламыз. Осы видеодағыдай бүктесеңіз, самсаңыз шашылып та, ашылып та кетпейді. Дайын болған самсаларды формаға пергамент қағазын төсеп, немесе сары май жағып орналастырамыз. Сонан соң бір жұмыртқаны шайқап, самсалардың бетіне жағып шығамыз. Әдемілік үшін бетіне күнжіт сеуіп шығамыз. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан өз пешіңіздің ыңғайына қарайсыздар. Мінекей достар, өте дәмді, қатпарлы самсалар дайын. Менің отбасыма өте қатты ұнады, сіздерге де ұнайтынына сенімдімін. Дәмі тіл үйіретін самсаны сізде жасап көріңіз. Осы видео ұнаса достар, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Ақшолпан.